Заман-ай, не болып кетті заман. Мыналар не, тәрбиесіз балалар? Сен кімсің вообще? Оңбаған өнше, Құнанбайдың заманында болсандар, қамшысын астына алушы едің. Абылай хан заманында болсандар, атпен сүйрет алушы едің. Мынау не деп тұр? Кім өзі? Қияли ма? Не деген тәрбиесіз ұрпақ. Сендерге Құнанбай мен Абылай хан тарихын дұрыстап оқытпаған ғой, қас мен сендерге тарихын атасын көрсетейін. Ке қызмам, саған бір зат көрсетейін. Менде бір сиқыр бар. Сендерді тарихтың қойнауына түсіремін. Қара сазан, ақ сазан. Желден жоғарыға көтеріліп, жұлдыздар от болып жансын. Осы үш бала тарихтың қойнауына түссін. Ғанем, датым бар. Шыға тұр қарындасым. Датың болса айт қане. Айдаладан албастыларды тауып алып келдім. Кімдер олар? Білмеймін, сөйлегендерде, киінгендерде бір түрлі. Кәне алдым алып кеш соларды. Құп болады. Мәссаған қараш. Мама, метеорит құм, нары өшін ба? Тап бір Мұхтар Әуезов атындағы актерлар секілді. Давай тикток түсіреміз. Давай. Әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе? Жүрегімнің есігін қағып тұрдың ашқа. Астафула, мынау не шайтан, шайтан. Тоқтат қане. Мына бәленің басын шабыңды. Мұнан қай жерін жабамын мен, басы жоқ қой. Шап деген соң шапсайшы. Сендер білесіңдер ма мұнан қанша тұратынын? Мен бұны кредитқа алдым ғой. Немене ит? Не дейтін аның? Сен бірақ бұны қайдан түсінесің? Сендер кімсіңдер? Қайдан келдіңдер? Біз әкем айтушы еді, сендер орта жүз, арғын, оның ішінде тобықты елінен тарағансыңдар деп. Біз Құнанбай деген қажының ұрпағы боламыз. Атамыз дегенде фамилиямыз айтылған ғой. Қалған не істейміз, көке? Неғып біздің басымыз? Оңбаған бұл не құрметсіздік? Өткен білмеген ұрпақтың болашағы бұлыңғыр. Қайдан тарадың? Шыққан тегіңді білмесең ата-бабаң не үшін қанмен тер төкті? Олар кетті. О неге туған жердің бір жапырақ жусанын қолына қысып әкете ме? Айтшы, көрдің бе? Мұнанша байлықты, мынандай сана сезімді, қанмен берілген қайсарлықты сендерге аманат етіп тастап кетті. Ал сендер мұнда жет атаңды білмей сайраңдап тұрсыңдар. Өйеуке жетесіз немелер. Сонымен қайдан болдыңдар? Құнанбай деген ауыл болысы, әрі қажы. Кіндік қанын Семейде кіндік қанын тамған деп естігенмін. Құнанбай ата, біз ғасырдан ғасырға адасып жүрген жандармыз. Біз болашақтан келдік. Біз 21 ғасырдың 2021 жылдың энергоколледж студенттеріміз. Менен кейін ұрпақтың осылай жалғасатынын білмеппін. Кешіріңдер мені. Кешіріңіз аға. Наоборот, бізден кетті қате. Кешірімді менен емес, мына жиналған қауымнан сұраңдар. О жиналған қауым, біз бүгін үлкен ағаттық жасадық. Бір қарияны кенішті алдық. Бізді кешірсеңіздер.
Ойбай, мынау соғыс қой. Жат. Мама, біз қайдамыз? Біз соғысқа келген сияқтымыз. Бұл жерде біз не істеп жүрміз? Мен қорқам. А ты что им подтяжанишь? Ойбай, фашист братан, атпашы. Атпаш. Хышыз солдатын. Атпа дедім. Ей, тиіспеңдер, балалар ғой. Атпаңдар. Мы вас не понимать. Сен фашистсің, мен қазақпын. Сен айтқандай азиатпын. Сен аспаннан жұлдыз қақтың, мен далада түйе бақтым. Сен фашистсің, мен қазақпын. Сен айтқандай азиатпын. Тиш! Подтяжанишь. Аға, тұрыңызшы. Хышыз солдатын. Дәл шекелерінен дүп тигіздік ау деймін. Мәлия, сенің мергендігіңе естетін мергендік жоқ қой. Гитлер капут. Балалар, сендер кімсіңдер? Қайдан жүрсіңдер? Ана немістер, ана фашистер бізді атпақшы болды. Апалар, біз ғасырдан ғасырға адасып жүрген энергоколледж студенттеріміз. Сіздер кімсіздер? Мен Әлия Молдағұлова, снайпершамын. Мен орыстың қызы Марияма. Мә, бұл Әлия Молдағұлова емес па? Біз сізді танимыз ғой. Сіздің атыңызға көше арнаған. Және музей, біраз заттар салынған сіздің атыңызға. Сіз халық қаһарманы болдыңыз ғой. Сіз туралы талай тарихта жазылған. Солай ма? Біз сендер үшін бекер соғыспаппыз ғой. Сендер сонда болашақтан келіп отырсыңдар ғой, иә? Я, біз тәуелсіз Қазақстанда тұрамыз. Қызым, тыңда. Мен қаламымды қаруға ауыстырдым. Ананың бала көтеріп бесік тербететін қолымен қару ұстап жүрмін. Сендер оқыңдар, тарихты біліңдер. Білім жолында, ғылым жолында аянбай еңбек етіңдер. Ел үшін жан пида. Әлия апай, сіз 44 жылы өлесіз ғой. Солай ма? Әлия апай, білесіз бе? Бізде сіздің атыңызға ән шығарған болатын. Ендеше бірге шырқайық. Не басуларым сүйіп өскен әсем гүлін құшаққа жиып өскен құс қайтып зымырайды менің бала кезімде бір жалт етіп өте шыққан сезімде зымырайды. Апалар, бізді құтқарыңыздаршы. Бізді артымыздан адамдар қуалап келе жатыр. Атпен ба білмеймін, өлтірмекші болды. Не мыналарың, не жаман бұттарың мынау, масқара ғой. Мода ғой бұл апа, мода. Өтінемін, бізге көмектесіңіздерші, бізді тыңыңыздаршы. Келіңдер, отырыңдаршы. Ей, қызым, сен мына шашыңнен шайдан құсап жалбыратып. Не бопты апа, шашым жалбыраса, өзіме жараса болды емес па?
Қызым тыңда, қазақтарда екі ғана шаш үлгісі болады. Бір өрім дегеніміз ол әйелдің тұрмысқа шыққанын білдіреді, ал екі өрім дегеніміз қыздың әлі тұрмысқа шықпағанын білдіреді. Ал мына шашыңды жалбыратып жүргенің, қазақтарда жесірлер ғана осылай жүреді. Сондықтан шашыңды кел өріп берейік. Қызым, не мына көзіңдегі көзілдірік па? Қызым, не мына көзіңдегі? Білмейді екен ғой. Біздің заман өте қатты дамыған заман. Бізде көзі ауыратын адамдар осындай көзілдірік тағады. Сұмдық-ай! Жастайынан көз көрмеген нес? Жарайды, кеш шашыңды өрейік. Біз құстар сызылтып ән салады, сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар күліп бастап өмірін, кетерінде жылай да алмай қалады. Ал адамдар күліп бастап өмірін, кетерінде жылай да алмай қалады. Біздің жаққа бауыр басып кеткен бе, тамаша әнмен келіп еді көктемде. Өскен жерге сыймай кетіп бар. Ассалаумағалейкум. Осы маңнан бір албасты ма, шайтан ба, шаш жалбыраған жалаңдықтарды көрмедіңдер ме? Жоқтан, кімді айтып отыр құрсын, көрген жоқпыз онда ешкімді. Ай, қап, бір қолыма түспей қойды ау. Қамшының астына салып түрелеп алатын еді, байқамадыңдар ма? Жоқ балам, онда ешкімді көрген жоқпыз. Ха, бәт деген ай, ар жақты барып іздеп қайтайын. Апалар, сіздерге үлкен рахмет. Сіздерге мың алғыс. Сіздер болмасаңыздар, біз не істеуші едік? Жарайды балалар, сау болыңдар, аман болыңдар. Сау болыңыз. Қыздар, кеттік қырманға. Біздің жаққа бауыр басып кеткен бе, тамаша әнмен келіп еді көктемде. Өскен жерде қимай кетіп барады, өскен жерге сыймай кетіп, қимай кетіп барады. Қарашы, қандай жақсы адамдар, Иә. Міне, біздің соңғы екі шарымыз қалды. Қайтайық, или басқа жаққа барайық. Мә, біз қай жерге түскенбіз? Бұл түрме сияқты. Соңғы шарымызды алды, соң қайтайық абранға. Мына жер қараңғы екен. Сондай қорқынышты. Естіп жатсыңдар ма? Біреулер келе жатыр, тезірек тығылайық. Лицом к стене. Твоя жизнь кончена, ублюдок. Кінәлі емеспін мен. Кінәдан таза басым бар. 21-де жасым бар. Қасқаулақтай қаным бар, бозторғайдай жаным бар. Алаң десең, алыңдар. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты, құрбандық, атам десең атыңдар. Қайрат аға, бұл сіз бе? Сендер кімсіңдер? Абақтыдан істеп жүрсіңдер. Біз 21 ғасырдан кейін 2021 жылғы энерго колледж студенттеріміз. 21 ғасырдан келдім дейсіңдер ма? Қандай мемлекетте тұрып жатырсыңдар? Біз тәуелсіз мемлекетте тұрып жатырмыз. Басшыларың кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазақ елінің басшысы қазақ болғаны дұрыс. Өзінің салт дәстүрін, өзінің әдеп ғұрпын білген адам басшы болғаны дұрыс. Сол кезде ғана көркем, әдеби мемлекет бола аламыз. Аға, міне, бізде соңғы шарымыз қалды. Осымен біз болашаққа барыламыз. Сіздер бірге жүріңіз. Жоқ, інілерім, мен осында қалам. Осында қандас бауырлармен бірге болам. Қазақстанның болашағы үшін күресем. Болашақ ұрпаққа өнеге болуым керек. Ал сендер
оқуларыңды жақсы оқыңдар. Қазақ еліне еңбек етіңдер. Елдеріне қызмет етіңдер. Тезірек қашыңдар, ар жақта жендеттер келе жатыр, қаш. Жалал боп, қатты батты жаныма, жазалаушы қағаз алдым қолыма. Жігіттер-ай, айтып айтпай не керек, жазған екен маңдайыма сорыма. Біріншіден, мен анамды сағындым. Екіншіден, бұл құдайға не қылдым? Бостандықта еркін жүрген жан едім. Енді міне, абақтыға қамалдым. Әкетай-ау, пайғамбардай жасым бар. Туа бермес сіз секілді асылдар. Қартайғанда жүрегімді жаралап, кесір болды біз секілді масылдар. Айналай, ағалар мен жеңгелер, бұл өмірде сендерге кім теңгелер? Сот алдында сүмірейіп отырған бауырымды ендігімдер ескерер. Өздеріне аман саулық тілеймін, өздерімен бірге болсын тілегім. Өздеріне тіл қата алмай достарым, қайғымынды өмірімді бастадым. Айналай, қарындасым қарағым, қолда кісен, мен айдауға барамын. Қайғы шегіп азап тартқан ағанды, айтшы жан, қандай жанға баладың? Айналай, інішегім құлыным, сені ойласам, үзіледі жұлыным. Сенің ерке ақ жүзіңді көре алмай, кетіп барам, мен айдауға құлыным. Қош болыңдар, жасыңызда кәрінде, қош болыңдар, ағайын туыс бәрінде. Қараңғылық баста мәңгі тұрмас, бостандықта кездесеміз әлі де. Бостандықта кездесеміз әлі де. Осужденный Расхулбеков, на выход! Руки на голову! Вперед! Біздің өзіміз радой көлімізге түстік па? Иә, наконец-то! Некен қуанышына! Өз заманымызда болған қандай керемет. Құрметті достар, елімізді, жерімізді көркейте білейік. Білімге ұмтылайық, тарихты ешқашан